Саламатсызбы? Менің есімім Қалдыбай Рухия Бердібекқызы. Мәңгілік ел Маңғыстау қоғамдық қорын басқарамын. Қазіргі таңда осы қордың жанынан қамқор дамыту түзету оңалту орталығы ашып отырмыз. Біргеміз саулық жобасы аясында 3 пен 10 жас аралығындағы балаларды, ерекше балаларды дамыту курсын ұйымдастыру бойынша өз жобамды ұсынған болатынмын. Және осы жоба аясында жеңімпаз атанғандығымды естігенде өте қуанышты болдым. Себебі Маңғыстау облысы Жаңаөзен қаласында бұндай жобалардың жоқтың қасы. Жалпы жобамыздың мақсаты 3 пен 10 жас аралығындағы ерекше балаларды арналған дамыту курсы. Бұл курс жалпы 13 бағытта қазіргі таңда өз жұмысын жасап жатыр. Жаңаөзен қаласы, Маңғыстау облысында бұндай жобалар жоқтың қасы деуге болады. Себебі білікті мамандармен бірігіп жасалған жоба болатын бұл жоба. Жалпы жоба 2016 жылы Мәскеу қаласында Монтессори ассоциациясында өзім екінші мамандық бойынша білімді диагностикалау бойынша жетілдіріп келген болатынмын. 2016 жылы айналайын дамыту орталығында өз білімімді шыңдай отырып, осы идеяны жалпы Маңғыстау облысының аудан ауылдарына жеткізу ойымда болды. Жалпы жобаны жүзеге асыру барысында бізде осы курсқа түзету дамыту оңалту орталығына қабылдаймыз тегін ақысыз түрде дегенде көптеген ата-аналардан ұсыныстар келді. Соның әртүрлі диагноз бойынша келген балаларды біз топ-топқа бөлген кезде өте қиыншылықтар болды. Себебі СПР, ЗРР, аутизм, СДВГ сияқты түрлі көптеген диагноздар келді. Соның ішінде судырғысы бар балалар да келді. Біздікі түзету дамыту оңалту орталығының интеллектісі сақталған балаларға болғандықтан біздер бұл балалардың көпшілік басын қабылдай алмадық. Бірақ курс интеллектісі сақталған балалар үшін өз нәтижесін берді. Бұл жобаны жүзеге асыру барысында қызметкерлермен де, жалпы курс қатысушылармен де көптеген қызықты оқиғалар болды. Соның ішінде ертегілер терапиясы кезінде балалардың ұйықтап қалған сәттер де болды. Және бізде ЛФК сабағы болатын, ол жерде дене жаттығуларымен, созылмалы гимнастикалармен айналысатын. Сол балалар қиындық тудырған себебінен бізден қашып басқа бөлмелерде ұйықтап тығылып қалған кездер де болды. Біздің қоғамымызда бұндай жобалар керек, және де еріктілерге айтатыным, осындай балалармен бірге жұмыс жасау арқылы бұл ондай балалардың мүмкіншіліктерін ашамыз, шығармашылықтарын дамытамыз, жаңа ортаға бейімдейміз, бір-бірімен қарым-қатынасы жақсарады. Сондықтан бұндай балалармен көп түрде, кең көлемде, қайырымдылық бағытында болсын, жалпы бұларды дамыту бағытында болсын, жұмыс жасаған бұл құба-құп іс деп ойлаймын. Менің аты-жөнім Ақмолдаева Алтынгүл Жиенбайқызы. Қамқор дамыту оңалту орталығында арт терапиясы бойынша сабақ беремін. Осы салада жұмыс жасап келе жатқан 17 жыл астам уақыт өтті. Балалармен жұмыс жасаған өте оңайды. Әрине, бұл жоба ары қарай да өз жалғасын таппақ. Себебі бұл балаларға, жалпы біздің қоғамымызды жаңа бағытқа қарай өзгертуге жасалып жатқан бірден-бір қадам деп ойлаймын. Сондықтан да біздің шағын ғана орталығымызды ары қарай да үлкейтуге, кеңейтуге біз өз септігімізді тигіземіз және де атсалысамыз деп ойлаймын.